Сіз қолжетімді iPhone туралы естідіңіз бе? Иә, көптен күткен iPhone SE 2020 моделі көпшіліктің назарына ұсынылды. Бұл смартфон бірінші буындағы нұсқасы сияқты қарапайым атауға ие болды. Ешқандай 9-2 модель емес, қарапайым SE. Тек шыққан жылы арқылы ажыратасыз. Біз сіздерге 2020 жылғы iPhone SE туралы ресми ақпаратты ұсынамыз. Технология әлеміндегі жаңалықтардан хабардар болу үшін арнамызға тіркеліп, қоңырауды басуды ұмытпаңыз. Жаңа бейнероликтерді жібермей көріңіз. Барлығына сәлем, бұл қазір ревью арнасы, әр қарай кеттік. Сонымен, жаңадан шыққан iPhone 3 түсте ұсынылған, ақ, қара және қызыл. Сонымен қатар жады көлемі де әр түрлі, стандартты 64 ГБ, 128 және 256 ГБ. Дисплейіне келейік, iPhone SE 4.7 дюймді Retina HD экранмен жабдықталған. Естеріңізде болса, бұл iPhone 8-дің өлшемдерімен бірдей. Сонымен қатар, экраны IPS матрицалы, көзіңіз ұзақ уақыт қарағаннан талмайды. Экранның өлшемі 1334-750 пиксель, ал тығыздығы 1 дюймға 326 пиксельді құрайды. True Tone технологиясы да қолданылған. Демек, көзіңіз көгілдір зиян жарық түстен қорғалады және экран автоматты түрде сыртқы ортаның жарығына сәйкестенеді. Әрине, смартфон бәріміз ұнататын сенсорлы Home батырмасына ие болды. Ең бастысы, сіз смартфонды алақаныңызға алып, саусағыңызды барлық жеріне жеткізе аласыз. iPhone SE девайсында A13 Bionic процессоры тұр. Аталған мықты процессор 11-ші iPhone-ға қондырылған. Демек, оның күші ұзақ уақытқа жететіні анық. Сонымен қатар IP67 стандарты бойынша су және шаңнан жақсы қорғалған. Сіз смартфонды 1 метр тереңдіктегі судың астында жарты сағат бойы ұстай аласыз. Камерасы тек біреу, ол 12 мегапиксельді. Бірақ 11-ші iPhone-да да дәл осындай камера орнатылған. Портреттік түсірілім, оптикалық тұрақтандырғыш және Smart HDR бар. Видеоға смартфон 4К форматта секундына 60 кадр жиілікпен, ал slow motion форматта 240 кадрмен түсіре алады. Фронталды, яғни алдыңғы камера 7 мегапиксельді және портреттік режимде түсіре алады. Әрине, смартфонда Apple Pay функциясы бар және ол жақсы жұмыс істейді. Алайда смартфонда 5G байланыс технологиясы қарастырылмаған. Бірақ басқа сымсыз байланыс орнату түрлері, яғни Bluetooth, Wi-Fi өз орнын тапты және де стереодинамиктің бар болғанда қуантады. Apple компаниясының айтуынша, бір қуаттап алған соң смартфон 8-ші iPhone сияқты автономды жұмыс істейді. Сонымен қатар сымсыз зарядтау технологиясы және 18 ваттық жылдам зарядтау қарастырылған. Қуантатын жайт, iPhone SE 2 сим картамен жұмыс істей алады. Смартфонның қорабында зарядтау блогы, Lightning кабелі, сымы бар құлаққап болады. Ал смартфонның плюс нұсқасы өкінішке орай көпшілікке ұсынылмады. Бағасына келсек, смартфон $399 басталады. Нақты бағалары елімізге жеткен кезде белгілі болады. Ресми сатылым сәуір айының соңына қарай белгіленіп отыр, ал оған дейін әліптің артын бағайық. Қазір ревью арнасына тіркеліңіздер және осы жаңалықпен достарыңызбен бөлісіңіздер. Бұл смартфон туралы ойларыңызбен комментарийде бөлісе отырыңыздар. Әрине, лайк басып репост жасаңыз, алғысымызды айтамыз.